Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз бекіту. Сен есептерді шығарасың және модельдеуді үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Лагерьдегі демалыс кезінде балалар алма жинауға көмектесті. Жәшіктердің массасы туралы деректерді пайдалана отырып есеп құрастырып. Мысалы, қызыл алма 12 килограммнан бірнеше жәшік, жалпы 36 килограмм алма әкелінді, қызыл алма әкелінді және 9 килограммнан жасыл алма әкелінді. Барлығы қанша килограмм жасыл алма әкелінді. Табу үшін әуелі жәшіктердің санын тауып алуымыз керек. 36-ны 12-ге бөлеміз, сонда 3 жәшік шығады. Одан кейін жасыл алманың жалпы массасын табу үшін 9-ды 3-ке көбейтеміз, 27 килограмм. Жауабы 27 килограмм жасыл алма әкелінді. Екінші тапсырмаға қарайық. Жазғы лагерьде демалушы балалардың 69-ы ағылшын тілі, одан 380 бала математика үйірмесіне қатысты. Ал ағылшын тілі мен математика үйірмелеріне қанша бала қатысса, сонша бала өзіне қажетті әртүрлі үйірмелерге қатысты. Үйірмелерге барлығы неше бала қатысты? Табу үшін әуелі математика үйірмесіне қанша екенін табамыз. 69-ды 3-ке бөлеміз, 23 бала. Одан кейін әртүрлі үйірмелерге қанша қатысқанын табу үшін 69-ға 23-ті қосамыз, 92 бала. Барлығын табу үшін 92-ге 92-ні қосамыз, 184 бала. Үйірмелерге барлығы 184 бала қатысқан екен. Әсіне қарайық. Жазғы лагерьде демалушы 145 баланың 24-ті сахналық қойылымға қатысты. Олардан 2 есе артық бала би биледі және қалғаны көрермен болды. Неше бала көрермен болды? Алдымен би билеген баланың санын тауып аламыз. 2 есе артық дейді, ол үшін 24-ті 2-ге көбейтеміз, 48 бала. Одан кейін 24-ке 48-ді қосамыз, 72 бала. Сахналық қойылымға 72 бала сахналық қойылым және би билеген балалар. Және қалғанын табуымыз керек. Қалғаны көрермендер дейді. Барлығы 145 болғандықтан 145-тен 72-ні азайтамыз, 73 бала. Жауабы 73 бала көрермен болды. Үшінші тапсырмаға қарайық. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Жейде тігу үшін 1 метр 10 сантиметр мата жұмсалды. 5 дана жейде тігілді және белдемше тігу үшін 70 сантиметр мата жұмсалды. 6 дана белдемше тігілді. Барлығы қанша метр мата жұмсалды? Табу үшін алдымен 110-ды 5-ке көбейтеміз, 550 сантиметр шығады. Бұл жейденің жалпы шығыны. Одан кейін белдемшенің жалпы шығынын табамыз. 70 сантиметрді көбейтеміз 6-ға, 420 сантиметр. Белдемшенің жалпы шығыны 420 сантиметр. Одан кейін екеуін қосамыз. 550-ге 420-ны қосқанда 970 сантиметр. Барлығы 970 сантиметр, яғни 9 метр 70 сантиметр мата жұмсалды.